Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода таңдау жасау туралы болады. Қазақ тағамдары немесе қазақ халқының қолданатын заттары болады. Және де басқа елдің заттарымен салыстырамыз. Сұрақ саны 40. Ал осы жерден таңдашы: бешбармақ немесе пицца. Әртүрлі сусындар, тағамдар, аспаптар, киімдер деген сияқты таңдаулар болады. Қуырдақ немесе суши. Таңдау жаса: жент немесе тирамису. Қайсысын таңдайсың? Таңдау жаса: сірне немесе бургер. Қай тағамды таңдар едің? Қазақи тағамды ма, әлде басқа елдің бе? Ойлан таб арнасының көрермендері, біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетсен, 25 мың оқырманға өте аз қалдық. Қазақша контентті бірге қолдайық. Рахмет. Ал осы жерден таңдау жасашы: бауырсақ немесе хот-дог. Қайсысын таңдар едің? Ал осы жерден ше: самса, қазақтар көп жейтін, немесе круассан. Ал осы жерден ше: қайсысын таңдар едің? Шелпек немесе тако тағамы. Қайсысын таңдайсың? Таңдау жаса: қазақтың көп жейтін мантысы немесе басқа елдің кимчиі. Қайсысын таңдар едің? Қазы немесе лазанья тағамын. Сорпа еттен жасалған немесе басқа елдің рамионы. Өзіміздің қымыз немесе басқа ел шығарған фанта. Шұбат немесе латте. Сен шұбаттың қалай жасалатынын білесің бе? Айран немесе капучино. Қайсысын таңдар едің? Біздің қазақтың қара шайсыз өмір сүре алмайтынын білеміз. Немесе матча шайы. Қайсысын таңдар едің? Талқан қосылған сүт немесе смузи. Қазақтың шапаны немесе кимоно. Чубичика тақиясы ұлттық немесе самбреро. Қайсысын таңдайсың? Сәукеле немесе кари ханбогы. Таңдау жаса: қазақтың киіз үйі немесе иглу. Қазақтың қамзолы немесе Корея халқының юкатасы. Таңдай ғой: қазақ ауылы немесе самурай сарайы. Таңдау жаса: жири немесе пагода. Таңдау жаса: саманнан жасалған үй немесе фахверк үйі. Қайсысын таңдайсың? Малқора немесе пентхаус. Қазақтар көп қолданатын УАЗ көлігі немесе Lamborghini.
Жигули немесе Toyota Supra. Ауылды жерлерде көп қолданылатын Нива немесе Chevrolet Camaro. Ауылдық жерде қолданатын трактор немесе Ferrari. Біздің жүк тасуға көп қолданатын Газель ма немесе Tesla. Ал енді аспаптарды таңдайық. Домбыра немесе гитара. Ұлттық аспаптарымыздың бірі жетіген немесе саксофон. Бұрынғы кезде қолданылған сыбызғы немесе флейта. Қайсын таңдар едің? Теріден жасалған дабыл немесе барабан. Ұлттық аспаптарымыздың бірі шертер немесе басқа елдің скрипкасы. Ал бұл жерден қайсын таңдайсың? Ертөстік ертегісі немесе Гарри Поттер фильмі. Наурыз мейрамы немесе Хэллоуин. Қазақ халқының тойы немесе италиялық той. Құда түсу салты немесе тантан тойы. Қайсын таңдар едің? Тойбастар немесе басқа елдің Валентин мейрамы. Асық ойыны немесе йо-йо ойыны. Қайсын таңдар едің? Қайсы таңдауларды таңдағанды міндетті түрде комментарийға жаза кет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше.